сөйтіп бастаймыз ғой. Құдайға шүкір, шынымен берекелі уақыт қой. Неге берекелі уақыт? Діни тұрғыдан Алла тағала таңмен ант етеді Құранда. Бір секрет бар. Екіншіден, рызық сол уақытта таратылады дейді. Бүгінгі күннің жетістіктері, бүгінгі күнімнің рызығы деген сияқты. Сосын дұғалар сол уақытта қабыл болады дейді. Бір таң намазынан кейінгі бір уақытта Алла тағала сұрайды дейді. Бар ма маған дұға етіп жатқан құлдарым, менен сұрап жатқан, менен бір нәрсе сұраған құлдарым бар ма, берейін деген сияқты. Тахаджуд намаз. Тахаджуд намаз сондай бір. Енді бұл өте берекелі уақыт. Енді бұл діни тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан айтайық. Мен сондай адам екен де, маған да ғылым маңызды екен. Маған болмайды екен, жаңа ощущение, поощрение деген жаңа бір жиналысқа қатысып, андай әңгімелер айтады да жаңа. Біреумен біреу ұрысып қалса, баласының көзі қисайып қалады деген айтамын. Қалай деймін да, бір чуть-чуть бір ғылыми бір бәле бар ма? Ана екеуі қайда, бала қайда? Түсіндіңіздер ме деген ғой енді, бірақ бұл жерде мынандай қызық нәрсе бар. Сен оған сенсең шынымен солай болады. Сенсеңіз ше, әйеліміз екеуміз ұрысып қалсақ, баламыздың көзі қисайып қалады десеңіз, сенсеңіз болуы мүмкін ше. Сондықтан ғылыми тұрғыдан таң күн таң намазы шыққаннан кейін, яғни күн енді шыққан кезде күннің бір толқындары бар. Біз жалпы толқындар әлемінде өмір сүріп отырмыз. Шынымен толқын, бәрі толқын. Альфа, бета, гамма деген. Соткамыз толқын арқылы хабар алып жатыр. Жоқ қой, провод жоқ. Wi-Fi толқын арқылы интернет таратып жатыр. Күннің толқыны бар, барлық телевизордың толқыны бар, пештің толқыны бар, сөйтіп бәрінің толқыны бар. Менің миымның толқыны бар. Альфа, бета, гамма, альфа, бета, тета, дельта. Осы миымның толқындары бар. Миымның толқындары. Минутына қанша толқын өтеді деген сияқты. Күннің де тура солай толқындары бар. Енді мен ұйықтап жатқан кезде менде тета толқындары болады. Тета, ұйықтап жатқаныз тета болады. Мен қазір ояу кезде бета болады. Бета, бізде қазір екеумізде бета толқындары болып жатыр, 17-24 толқын минуту или в секунду. Енді дельта бар, 0-4 терең ұйқы фазасы бар. Терең ұйқы фазасының кезде 0-4 почти жұмыс істемейтін кез ғой енді. Мидың ше, өте жай. Альфа бар, альфа 4-7. Яғни байқасаңыз, альфа ояу емессіз, бірақ ұйықтап жатқанда жоқсыз. Екеуінің ортасында. Енді ғалымдар мынандай нәрсе дәлелдейді. Сіз ояу болсаңыз, яғни бетада болсаңыз немесе альфада болсаңыз, күн енді шыққан сәтте мидың қатты жұмыс істейтін уақыт екен. Мидың өте еркін, өте андай фильтрларсыз андай. Мен тормызбын ғой, мен қорқақпын ғой деген фильтрларсыз істейтін уақыт екен да. И ана окно нейропластичности деген бар. Сол окно нейропластичности ашық тұратын кез екен. Ол не үшін керек бізге? Окно нейропластичности ана бұрынғы менің сеніп қалған установкаларымнан құтылуға болатын период қой. Сол окно ашық тұрған кезде мен ішіне жаңа установкалар қоя аламын ше. Жаңа Азамат сен красавчиксің, Азамат сен жетістікке жетесің, Азамат сен қолынан келеді деген установкалар нейропластичность терезесі ашық кезде мен құя аламын. Сол ашық болған таңертең екен. Сонда получается жаңағы толқындар, күннің толқыны таңертең қай уақыт тұр мысалы? Таң намазы шыққаннан кейін 45 минут. Бұны ғылымда да солай айтады. Күн жылы мысалы айфонда қарасаңыз, прогноз погодада қарасаңыз, күннің шығатын уақыт жазылып тұрады. Қазір 5-тен 2 кеткенде мысалы. Енді 5-тен 2 кеткеннен 5:47-ге дейінгі уақыт мәссаған андай өте берекелі уақыт. Жұмыс жағынан болсын, білім жағынан болсын, дін жағынан болсын. Сіз сол уақытта несіз? Мен сол уақытта кітап оқимын. Ғибадат етемін, жаңағы визуализация, аффирмация, дұға етемін. Тіпті қатты шаршап тұратын кездер болады ғой, қатты. Мен бүйтуге тырысамын да, бүйтіп. Ояндым ғой, таң намазын оқыдым ғой. Ана 45 минут күтемін да мен ше. Кітап оқып күтемін, тіпті өліп бара жатсам, тіпті сот күш құлап болса да 45 минут ұйықтамауға тырысамын да. Сол 45 минут өтіп кеткен барды жат. Одан кейін ұйықта. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам керахет уақыты деп айтады. Оны ұйықтамай күтсең ше? Мүлдем ұйықтамай ма? Өзімізде білмеймін, қиын ау. Өтпейме ол кезде? Береке страшно болады. Мүлдем шаршап қалсам. Пайғамбарымыз керахет уақытында ұйықтамай деп айтады. Яғни сол таң намазы шықты. 5-тен 2 кеткеннен 5:47-ге ұйықтамаған жөн дейді. Ол кезде есте сақтау қабілеті нашарлайды дейді. Діни тұрғыдан да ғылыми тұрғыдан екі жақтан да осы мәселені айтып отырған болды. Мына мен бұл істеймін. Берекелі таң дегенім осы ше. Ана магия отырады деген. Енді не істеу керек? Таңертең оянғаннан кейін істеу керек бір топ нәрселер бар. 7 минут заңдылығы деген нәрсе бар. Оны біраз жерде айттым. Мынандай қанша шаршап тұрсаңыз да, қанша ұйқыңыз келіп тұрса да, 7 минут жарық жерде отырсаңыз, кәдімгідей ұйқыңыз ашылады. Басыңыз да қояды, бәрі. 7 минут шыдау керек. Тіпті өзімді алдасам болады ше. Қазір таң намаз оқимын, жатамын деп ше.
таң намаз оқимын, қарайсың уже ұйқың ашылып кеткен да. Дәрет алдың, үйттің бүйттің, конечно ұйқың ашылып кетеді уже. Болды, басың ауырғанда қояды, шаршағаның да қояды, ұйқың қанбай қалғанда кетеді. Вот осы мәселе 7 минут заңдылығы бар.